Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге пигментация немесе терідегі дақтар туралы айтқым келіп тұр. Терідегі дақтардың 70%-ы бірінші қалқанша безі және гипофиздің бұзылысының нәтижесінде болады. Ал екінші ол асқазан ішек жолы ауруларында өт тас ауруы және де дәрі-дәрмекті вирусты этиологиялық гепатиттердің әсерінен болады. Ал және де басқа да келесі 5 фактордың әсерінен де теріде дақтар пайда болуы мүмкін. Ол бірінші күн сәулесінің ұзақ уақыт түсуінен және де күн сәулесінің агрессивті түрде әсер етуінен. Екінші, ағзада витамин С-ның артық немесе жетіспеушілігінің нәтижесінен болады. Үшінші, егер де сіз шомылуға, жағажайға құрамында спирті бар дезодорантты, кремді және де парфюмді қолданатын болсаңыз. Төртінші, кейбір макролид тобындағы антибиотиктерді қолданатын болатын болсаңыз. Ал бесінші, ол жүктілік кезінде. Босанғаннан кейін жүкті әйелдердің дақтары кетуі керек, егерде қалқанша безінің бұзылысы болмаса. Келесі енді айтатынымыз, егерде сізде дақ болатын болса, гормондарға анализ тапсырып, жалпы биохимиялық анализ тапсырып, УЗИ түсіп, витамин С-ға тапсырып, дәрігерге баруды ұсынар едім. Осымен видеомыз соңына жетті. Егерде видео қызық болатын болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жазыңыз. Мен сіздермен қыз жаспаймын. Келесі видеода кездескенше.